Барлықтарыңызға сәлем, менің атым Қарлығаш Мұқанова және де мен Назарбаев университетінің жаратылыстану, әлеуметтік және де гуманитарлық ғылымдар мектебінде бірінші курсында оқимын. Foundationға 2020 жылы түскен болатынмын. Всем привет, меня зовут Амирис Нургалиева, я являюсь студенткой третьего курса VLLC, World Languages, Literatures and Cultures по специальности лингвистика. Ныне мне уже 20 лет, а на Foundation я поступила в 2018 году. Foundation бағдарламасына дайындалуды 11 сыныптың қазан айынан бастап дайындала бастадым. Яғни бірінші мен IELTS-ті 2019 жылдың тамыз айында тапсырдым. Кейіннен бір ай өзіме демалыс бердім да, қазан айдан бастап НУФИПЕДке дайындалу курстарына жазылдым. Себебі менің ағылшын деңгейім жақсы болса да, мен математикам кішкене төменірек болды, және де сыни тұрғыдан ойлау не екенін мен білген жоқ едім. Сол себепті курстарды таңдадым. 20 жылдың ақпан айына шейін, НУФИПЕДтің кезіне шейін осы 5,5 ай бойы НУФИПЕДке дайындалған болады. Я очень не советую повторять мой опыт, потому что я готовилась именно целенаправленно к НУФИПЕДу всего лишь 2 недели. Но я готовилась до этого к другому экзамену с похожим форматом и похожими темами. Соответственно, те 3 месяца подготовки к другому экзамену помогли мне в течение 2 недель просто подготовиться к формату именно НУФИПЕДа. Ол біздің өзіміз фаундерлер болып, Bye Found деген ивент өткізген болатынбыз. Zoom-да кездесіп, ол жақта ойындар ойнадық, бір-бірімен сөйлестік, және де өзімізге капсула времени, уақыт капсуласын жасадық. Сол жақта өзіміздің сол кездегі ойларымызды жазып, кейін бірнеше жылдан кейін өзімізге келетіндей етіп сақтап қойдық. Бұл маған өте қатты ұнады. Самое памятное событие с Foundation, к сожалению, является не самым приятным. Самым ярким и памятным событием является то, как я завалила свой первый экзамен и как я чуть не вылетела из этого. Я набрала около 50% за первый серьезный экзамен, в связи с чем мне потом пришлось очень сильно догонять, очень сильно работать над этим. И поэтому я больше никому не советую относиться так легко к учебе, как в свое время относилась к ней я. Никогда не забуду свой шок от 50%, потому что я сама из госшколы, и там я являлась отличницей. А тут ты приходишь в новую сферу, готовишься совсем по-другому, а нужно теперь уже совсем по-другому все делать. Менің Foundation бағдарламасын таңдаған себебім, бұл әрине өзім қарапайым мектептен болғаннан кейін, мен өзімнің математика деңгейім, ағылшын деңгейім бірінші курсқа оқуға жетпейтінін түсіндім. Сол себепті де Foundation'ды таңдаған болатын, және шыны керек, өзім қазір бірінші курста оқып жүріп, осы Foundation'да алған білімім қаншалықты керек болғандығын, қаншалықты жақсы маған база дейді ғой, бергенін түсіндім. Сол себепті мүлдем Foundation бағдарламасын таңдағанына өкінбеймін. Қазір маған тек қана көмегі тиіп жатыр. О, да, помог просто нереально. Я очень советую Foundation для ребят из госшкол, как, например, я, потому что учеба в Назарбаев университет очень сильно не только на бумажке отличается от того, как устроена госшкола и вообще эта вся госсистема, она отличается еще и по духу, и ментально. И мне понадобился год, чтобы полностью поменять себя изнутри, поменять свое видение учебы, свое видение вообще на мейджор и понять разные понятия жизни в целом, чтобы уже потом влиться в эту сферу и учиться максимально комфортно и успешно. Мне кажется, что если бы я сразу пошла бы на первый курс, я бы очень завалила его. А тут у меня был целый год, то есть Foundation, когда я, в принципе, могла там косячить иногда, не набирать самые лучшие оценки, в итоге там как-то пролезть, и уже на первом, скажем так, у меня появился второй шанс, поэтому Foundation мне помог очень хорошо не только понять, как правильно здесь учиться, но и не завалить свой GPA, то есть свою общую оценку уже на бакалавриате. Foundation кезіндегі ең қиын сәттер ол әрине
фаундейшнның басы болды. Себебі мен көбінесе білмейтінмін қашан және қалай нені жасау керек екенін дұрыстап түсінбейтінмін, және де тайм менеджментті қалай дұрыстап уақытымды неге қаншалықты бөлу керек екенін түсінбейтінмін. Сол себепті кейбір кездері бір нәрсеге тым көп уақыт бөліп басқа нәрсеге уақыт жетпей қалатын, және тағы да бір қиын, өзіме эмоционалды түрде қиын болған кез ол фаундейшнның соңына қарай. Бір сабақта мен көбінесе түсінбедім менен не керек екенін. Сол себепті кішкене төмендеу балл алып қалдым сол сабақтан. Дегенмен де содан кейін эсселерді қалай жазу керек екенін, қалай анализ жасау керек екенін осыдан кейін жақсырақ түсінетін болдым. Сол кезде жасаған қатемді қазір жасамауға тырысып жатырмын. Сол себепті қанша қиын болса да бәрінен де өтуге болады, және де кез келген нәрсе ол тәжірибе. Одним из самых тяжелых периодов на фаунде, на мой взгляд, является мое последующее исправление моей ошибки, а именно очень низкий балл на математике в первом семестре. Соответственно, весь второй семестр у меня это очень тяжелый период был, когда я тратила часы каждый день, чтобы отработать темы, чтобы все прорешать. У меня ушло большое количество бумаги, ручек, времени, сил для того, чтобы исправить то, что я накосячила в первом семестре. И мне из этого было очень тяжело. Потому что непривычно отличнице из госшколы приходить совсем в новый мир, и оказывается, что тут нужно по-другому, что тут нужно менять себя и свое восприятие. Это было непросто. Өзіме айтатын үш кеңесім бар. Ең бірінші айтайын дегенім, ол көбінесе теорияға емес, практикаға көп уақыт бөл дегім келеді. Себебі математикадан мен жылдың басында басқа нәрсеге көп уақыт бөлетінмін. Яғни есепті шығарумен емес, бірақ соны түсінумен, оқып, конспект жазып, соған көп уақыт кетіретінмін. Бірақ мен айтарым, оған емес, көбінесе сол білген алған білімімді практикада қолдануға тырысуды кеңес беруші едім, ең біріншіден. Екіншіден, ол көбірек адамдармен сөйлесуге кеңес берер едім. Себебі достар, әсіресе онлайн кезінде достар болғаны өте маңызды. Сол себепті тек қана өзінің группаңдағы адамдармен емес, бірақ та айналадағы басқа группалармен араласып, түрлі клубтарға кіруге кеңес беруші едім. Және де үшіншісі ол тайм менеджментке байланысты кеңес. Әрдайым өзіңе керек бір дедлайндар болса, өзіңе қажетті жасайтын жұмыстарың болса, оны Google календарға немесе Notionға соларды енгізіп, әрдайым соларды ұмытпайтынына көз жеткізу, және де көбірек будильниктер қоюды кеңес беруші едім. Себебі көп нәрсені ұмытып қалуға болады. Топ-3 совета. Номер 1. Посещайте лекции и слушайте все очень внимательно, потому что не будет записей. Совет номер 2. Пожалуйста, учитесь. Не думайте, что знаний, которые есть в школе, вам хватит. Вам их не хватит. Поэтому будьте очень внимательны и вникайте во все. Перерешивайте, делайте лишние задания. Все-таки тут, в Назарбаев университете, учатся не ради оценки, а ради себя. Совет номер 3. Наслаждайтесь жизнью, знакомьтесь с людьми, узнавайте друг друга, вступайте в клубы. Конечно, не нужно перебарщивать, чтобы первые 2 пункта не пострадали, но если есть возможность, общайтесь со всеми. Люди в Назарбаев университете — это лучшее, и с ними нужно общаться. Так же, как и нужно узнавать себя, свои хобби, увлечения, понять, что тебе интересно в этой жизни. И Foundation — идеальное время как раз-таки, чтобы понять себя, изучить мир вокруг. Меніңше, мен бірінші семестрда көбінесе ешкіммен көмек сұрағым келмейтін еді. Мен өзім бәрін істей аламын, маған ешкім көмек керек емес, мен өзім түсінем деген ой болды менде. Әрине, бұл жақсы ой, өзіме сенімді болғам. Дегенмен де кейбір кездері
достарымнан сұрап, профессорлардан көмек сұрағанымда көптеген деректерді жасамауға болатын еді. Жалею ли я о чем-то? Думаю, нет. Этот год был шикарным. Возможно, сейчас я уже думаю, возможно, мне стоило быть еще более активной. Но я, в принципе, рада, как все сложилось. Foundation было чудесное время, и я бы с радостью пережила его снова. Foundation кезінде мен көптеген клубтарда болдым. Мен Student Government, студенттік басқармада, мен Министерство культуры, мәдениет министрлігінде мембер болдым, және де бұл маған көптеген пайдалы нәрселерді ұғынуға көмектесті. Қалайша лидер болу керек екенін түсінуге көмектесті. Сонымен қатар мен дэнс клубта да болдым. Күні бойы үйде компьютер алдында отыру ол өте қиын. Сол себепті де мен тағы бір клуб ретінде активті клубты таңдағым келді. Және де мен волонтерлық клубында да болдым. Және де Кореян клубта олардың берген видеоларын қарап, өзімнің кәріс тілін деңгейімді көтеруге мүмкіндік алдым. Да өте көптеген клубтар бар. Сол үшін де сіздерге осы клубтарда көріп, өзіңізге ұнайтынын таңдауға кеңес беремін. Я уже говорила, на Foundation нужно быть максимально активным, чему пыталась следовать я. Я состояла в Student Government, это правительство университета, состояла в Latino Social Dance Club, социальные латиноамериканские танцы, состояла в French Club, клуб французского, помимо этого в огромном количестве других организаций, куда я просто приходила потусить, например, Volunteers или всякие просто тусы где-нибудь у нас в основном холле университета. Я максимально везде старалась быть активной, поэтому как минимум, наверное, около 5 разных организаций. Foundation'да оқу қиын емес, немесе өте қиын деп те айта алмаймын. Болады. Яғни ол сіздің тайм менеджментіңізге байланысты, яғни қаншалықты сіздің жақсы көретін хоббиіңізді және де оқуды және де басқа нәрселерді бірге алып жүре аласыз. Барлығы да соған байланысты болады. Foundation әрине жаңа нәрсе болғаннан кейін түсініксіз болып көрінуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе кез келген нәрсе оңайырақ болады. Сол үшін де Foundation'нан қорықпаңыздар, барлығын сізге үйретеді. Я вообще как человек не люблю слово «сложно». Я предпочитаю слово «интересно». На английском мы называем это challenging, то есть нужно как бы прикладывать какие-то усилия, чтобы это пройти, это сделать. Так вот, учеба на фаунде, она challenging, она дает тебе какой-то вызов. И это не сложно, но нужно прилагать усилия, если хочешь остаться. Обычно challenges, вызовы, они всегда очень интересные. И для меня учеба на фаунде была такой как раз-таки не самый простой, конечно, не сложный, но и не самый простой. Она была с вызовом. Мені фаунд өте қатты өзгертті. Мен өзіме көбірек сенімді бола бастадым. Өзімнің уақытымды жақсылап жоспарлайтын болдым. Және де әрине өзімнің біліміме көбірек сенімді болдым. Яғни бірінші курсқа өте алатынымды, және бірінші курста жақсылап оқи алатыныма сенім алдым. Және де осы жылы бұрынғы жылғыдай маған басқа адамдармен сөйлесуге онша қиындық жоқ. Фаундты оқыған нәрселерім қазір менің өмірімді кішкене жеңілірек қылып жатыр. Много ответственнее к учебе, к себе, к миру вокруг. Становишься внимательнее. Ну и, наконец, я нашла огромное количество безумно интересных людей. Я научилась общаться, презентовать себя, ставить себя в обществе. И именно это привело к тому, что я поняла, какой я хочу быть, чего я хочу и к чему мне нужно стремиться. Мен әрине университетті таңдаушы едім, себебі университет арқылы мен өзімнің басқа қырларында тани алатын болдым. Школа или университет? Однозначно университет. Это совсем другой мир, и я очень рада, что сейчас проживаю это время. Мен өзімді шетелде тұруда және де оқуға әлі емеспін деп санаймын. Сол үшін де мен Назарбаев университетін таңдайтын едім. Для меня Назарбаев университет. Для кого-то, может, заграничный. Но я рада, что я здесь оказалась. Маған фаундта негізі көп сабақтар ұнады. Маған бизнес, математика және де ағылшын ұнайтын еді.
Бірақ ең ұнайтыны меніңше математика, себебі маған мұғалімдердің қалайша түсіндіргені ұнайтын еді. Конечно, это однозначно был EAP, English for Academic Purposes, английский для академических целей, потому что я очень люблю писать, я очень люблю аргументировать. А также у нас были шикарные преподаватели, с которыми всегда было о чем поболтать именно на этих уроках. Маған филиппетте өзіме сыни тұрғыдан ойлау көбірек ұнайтын. Маған оқыған, анализ жасаған, текстиль анализ жасаған өте ұнайды. Сол себептен менің мамандығым да сонымен байланысты болады. Сол үшін де мен филиппет кіріп кеткен. Критическое мышление, опять же, потому что это дает вдохновение для того, чтобы поболтать, помыслить, текст разобрать. В то время как математика чуть более, стабильна. Мен қалай да болса да фаундейшнды таңдайтын едім, себебі фаундейшнсыз бірінші курсқа оқығанда маған кішкене қиынырақ болушы еді деп ойлаймын. Сол үшін де фаундейшн. Каждому свое.